Мамадан нәрсе беріп тұр маған. Мынандай сүйек беріп тұр да, осын кес дейді, короче. Мынау бірақ кішкене өтпей тұр. Строительный магазиннен сатып алдым, осы сүйекті шабу үшін. Апартаментті қашаш өтпейді ғой. Екі қойы бірақ. Ой, бала шаба алмайды ғой. Өзім шабайын ба? Берші кән. Вообще өткір емес. Не ет болады? Қатты. Екі бояған сүйекті. Сен әлі отын жарып көрген жоқсың ба? Отын жарып. Біз ауылда отын жарғанбыз бұрын. Отын жаралам. Ортасында родын, иә. Мынау бірақ өткір емес қой. Скорый шақырып атпайды қазір. Ауылда отын шабылмыз ғой, шабылмай ма не? Нан соған бола алдым ғой. Шабылмай ғой не? Қалай деді? Ойбай. Сызырамадым ғой, мән, мен сол үшін сатыла келгем ғой. Өткір емес деп тұрмын осы. Мен не алу керек оған? Пышақ десе. Ара алу керек. Аралайын деп тұрмын. Өткір емес мынау вообще. Мынандай ғой, анау. Достарын шақырайын, достарын. Жоқ, бұл достар емес, бұл жерде андай ғой, неде пожарында тұрады ғой. Сондай алады. Сондай пожарный несі сияқты мынау сүйекке точно демей тұр. О, мықты екенсің ғой. Қолым ет сасып жатыр. Қазы ғой, жартысын кесіп қақам, жартысына. Қазы ғой бұл. Болады екен не. Кішкене недооценивать жүріппін. Болады екен. Болады екен. Біз бүгін неге қиюға келдік. Өші куәгер. Қайырлы күн болсын достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біз жаным екеуміз үшін бүгін өте маңызды күн. Себебі біз некемізді қиюға бара жатырмыз. Осылай жасап кешкісін салатын боламыз, фото салып болғаннан кейін. Так что, қалай деймін? Күшті чувствода болып тұрсың. Мен күшті чувствода болып тұрмын өзім. Ешті бас бостандық болуды айырыласыз. Бас бостандығын айырылайын. Самарла айырыла берейін. Еңілік. Водитель еңілік. Ал, болды осымен. Біз бүгін енді мешітке барғанымызды пайдаланып, Ағаркеміз дем салғызып алдық. Ағаркенің ұйқысы дұрыс емес екен түнде. Мен білесіздер, мен бұрыннан бері басым ауырады деймін, бірақ медицинский жағынан оны ешқандай таба алмады. Диагнозын барлығы дұрыс, ешқандай бір денсаулығымда ақау ештеңе жоқ деп береді всегда. Бірақ ауруын тоқтатпайды. Сосын бір алдындары айтқан еді, бір кісілер дем салғызып көр молдаға деген сияқты. Сол жаңа неке қиюға барған кезде дем салғызып алдық енді. Білмеймін енді, или андай нема өзім ойлап тұрғаннан кейін ба, бір кішкене бір жеңілденіп қалған сияқты болдым. Соның арқасында барып бір шеті садақамызды да беріп, бір шеті дұға да салдырып, демде салғызып алып келдік. Енді ертең Құдай қаласа келін шайымызды өткізіп алсақ, потом отбасылық бір демалысқа барамыз ба деген кішкене жоспарым. Қалайсыңдар достарлар? Енді 5 сұрақ дедік, осылай бастайықшы әңгімені. Үміткер болып баруға бола ма, номер жібересіз ба дейді. Пока что мен үміткер қабылдамаймын, потому что мен үміткерім бар вроде, но вроде жоқ сияқты. Білмеймін, келді, бірақ одан кейін мүлдем кездескен жоқпыз. Бір қатты желаниесін байқамадым деп айта салайыншы просто. Или менде болмай тұр ма бір қатты желание. Әйтеуір сондай бірдеңе. Екеумізде де ондай қатты желание жоқ сияқты. Сол үшін болашақта көре жатармыз. Негізі номер барлығы Қосылайықтың официальный аккаунтында көрсетіліп белгіленіп тұрады. Осылай пляжда жатқым келіп жатыр, күн астында. Қазір прям душым қалайды, бір ыстық елге барып. Қазір мезгілде қай жер ыстық, даже не знаю. Сол жерге барып бір апта емес 2 апташы демалып қайту, денем бәрін қап-қара накачанный болып. Маған қара болған қатты жарасады алдында. Алғаш рет Турцияға загар алып келген кезде жұрттың бәрі ғашық болып денеме. Бүкіл ашық-шашық киім бәрін киіп кеткен ғой. Солай үшін. Ой, солай үйдегілер скоро кетеді бір елге. Бәрі полный состав болып. Мен эфирден жіберген жоқ. Сол үшін басқа уақытқа қалды. Ну, бару керек. Обязательно бару керек.